Екінші сырыс Ілияс Жансүгіровтің құлагер Екінші сырыс Ілияс Жансүгіровтің құлагер шығармасын Екінші сырыс Ілияс Жансүгіровтің құлагер шығармасын талдау жасаймыз. Бірінші күннен кең далада тұрып кең әлемге үйренген біреу бар. Ол қазақ әдебиетінде көптеп кездесе бермейді, бірақ оның бейнесі тың әрі ашық сипатталады. Бұл яғни бізде жылқы. Ілияс Жансүгіровтің құлагер атты туындысы жылқының тағдыры арқылы халықтың, дара адамның, заманның сырын ашатын лирикалық, эпикалық шығарма ретінде саналады. Бұл шығарманың бүкіл көркем жүйесі, символдар, бейнелер, күй, тіл қазақтың кең даласының нөсер сезімін, қазақ халқының сондай бір мықтылығын сипаттайтын, жеткізетін шығарма ретінде осы бір туынды сезіледі. Енді бәрі рет-ретімен қарастыратын болсақ, көркем шығарма қандай тарихи кезең мен оқиғаларға арналған деген сұраққа жауап беруден бастайық. Құлагер нақты бір соғысты тең, нақты бір датамен бекітілген тарихи хроника емес, яғни дегенмен шығарма кең даладағы өмір, көшпелі тұрмыс пен оның аздығы, көптігі, дәстүр мен жаңалықтың соқтығысуы кезеңнің көркем белгісі ретінде саналады. Әдебиеттің мұнда уақыт шеңбері шамамен 19-20 ғасырларды қамтиды. Дәстүрлі көшпелі тіршілік әлі сақталып тұрғанымен, сырттан әсер ететін өзгерістер, адам мен қоғамның алаңдаушылығы сезіледі. Сондықтан оны тарихи тұрғыдан былайша сипаттауға болады, яғни екі түрде сипаттама берер едім. Шығарма көшпелі қоғамның соңғы дәуірі сияқты әсер қалдырумен салт дәстүрлер әлі бар, бірақ жаңа заманның белгісі де бұл шығармада байқалады. Автор мен оқырманға бұл кезең өмір мен өлім, ерлік пен күйреудің қиылысуын көрсетеді. Құлагердің өзі сол дәуірдің символы ретінде саналады. Еркіндік пен жылдамдықта жүріп, кенеттен тағдырдың тосқауылына ұшырайды. Яғни хронологиядан гөрі туынды заманның рухы, әлеуметтік рухани өзгерісін суреттейді. Адам мен табиғат, дәстүр мен модернизацияның соқтығысуы шығарманың негізгі идеясы және автордың көтерген мәселесі. Келесі сұрақ. Құлагер бұл қазақтың кең әлемдегі жылдамдық пен еркіндіктің, әсемдік пен және қасіреттің біртұтас образы ретінде саналады. Негізгі идеяларын былайша құрап көрсетсек болады. Біріншіден, еркіндік пен оның шектеулері. Құлагер бос далада жүруді жақсы көретін жануар. Оның лирикалық бейнесі адамның, халықтың, жастардың махаббат пен еркіндіктің деген ұмтылысты білдіреді. Бірақ еркіндік пен тағдырдың шектеуі ақыры соңында бәрі қалай есептелінетіні, оның ауыр екендігі көрсетіледі. Күтілген оқиға, жарақат, ажал бұл еркіндіктің ауыр сабақтары болып байқалады. Екіншіден, табиғат пен адамның байланысы. Автор жылғы арқылы адамның табиғаттың үндесуін, туған жерге деген сүйіспеншілігін көрсеткісі келген. Табиғат көркем ортада тағдыр белгісі де болып саналады. Үшіншіден, бұл батырлық пен жан қиярлық трагедия туралы. Құлагердің жан қиярлығы, оның тағдыры нағыз эпостық сарын ретінде есептеледі. Бұл жерде автор батырлық үшін құрбандықтың маңызын, бірақ сондай құрбандықтың қайғы қасіретінің көптігін де ашып толық көрсеткен. Төртіншіден, ұрпақтан ұрпаққа өтетін құндылықтар. Яғни романдағы оқиғалар, дәстүрдің, рухтың, адамның адалдығы мен намысын сақтаудың өте маңызды екенін ашық жеткізген. Жалпы осы шығармада автордың көтерген сұрақтары бұл: еркіндік не үшін қымбат? Өмірдегі ләззат пен сұлулықтың сақтау мүмкін бе, әлде олар тез өтіп кететін дүние ме жай ғана?
Үшіншісі бұл менің ойымша халық қай кезде батыр болады және оның батылдығы қандай бағамен келеді, қандай бағамен есептелінеді, көтеріледі деген сұрақтарды қойғысы келген секілді. Осыған байланысты шығарма оқырманға ой туғызады, толғандырады, кейде ішкі уайымға да салдырады. Бас кейіпкерлер және олардың бейнесі туралы айтатын болсақ, кейіпкер және олардың бейнесі құлагер негізінен лирикалық шығарма болғандықтан қатысушылар қатары кең, эпикалық романдағыдай көп емес. Басты және екінші деңгейдегі кейіпкерлер мынадай типологияда көрінеді. Біріншісі бұл бізде құлагер, яғни жылқының өзі. Басты бейне символ ретінде саналынады. Құлагер тек жануар емес, ол еркіндік пен жылдамдықтың, сұлулық пен батырлықтың белгісі. Оның қозғалысы, желдей жүйткіген самалы, көзінің оты бәрі назарда ұсталған. Құлагердің автор махаббатпен, сондай-ақ қайғылы реңкпен суреттейді. Ол өмірде ләззат табады, сонымен бірге оның тағдыры ауыр болуы мүмкін екенін сезеді. Құлагердің жарақаты немесе құлауы символдық мәнге ие, яғни еркіндіктің шектеуіне, тағдырдың салмағына қатысты. Екінші бұл бізде құлагердің иесі бұл жас жігіт. Бұл бейне адам жылқымен жүретін, оны жақсы көретін, оған қамқор болатын тұлға. Автор арқылы адам туған жердің сүйіктісі, оның табиғатына еріксіз тәнті. Бірақ өмірдегі қатты сынақтардан өтуге тиіс кейіпкер ретінде сипаттама берген. Оның сезімдері, мақтанышы, қайғысы, уайымы толықтай сипатталған. Үшіншісі бұл бізде геройлардың айналасындағы ауыл адамдары және көрермендері. Яғни олардың бейнесі көп дауысты болып сипатталған. Яғни олар қуанады, олар мадақтайды, олар кейде мадақтайды, сол қоғамның пікірін ашық көрсетеді. Келесі бұл бізде шығармада сипатталған салт дәстүрлер мен рәсімдер. Құлагерде тікелей көп салт дәстүрлі көрініс эпизодтары болмаса да, жергілікті көшпелі дәулеттің құрылымдық элементтері сезіледі. Автор жалпы суреттелерінде келесі көріністерді табуға болады. Ол бізде ат байланысы, атқа құрмет көрсету, яғни бұл бізде жылқы қонақжайлық, мәртебе белгісі ретінде саналған. Құлагердің әсемдігі, оның алғысы қоғамдағы жылқыға деген құрметті көрсетеді. Екіншісі бұл бізде ат жарыстары, бәйге, көгерген даладағы жарыстар туралы рухани және әлеуметтік қызығушылықтың белгілері болып саналады. Бұл бізде мысалға ауылдық айтысты алсақ болады. Сонымен қатар жыраудың рөлі, толғау айту дәстүрі шығармада көрсетілген. Қайғы мен қуанышты өлең мен жырға қосу, халықтың дәстүрі. Мұндай дәстүр шығарманың лирикалық желісінде ескерілген. Шығармамызда жануарға, сонымен келесі бұл бізде жануарға деген қамқорлық және оларды құрметтеу рәсімдері. Мысалы, жараланған атты емдеу, оған көңіл бөліп, дұға бағыштау сияқты рәсімдерді де көрсеткен. Осы элементтердің барлығы қазақтың дәстүрлі дүние танымын, жылқыны рухани әрі практикалық мағынада өте қатты бағалағанын көрсетеді.
Келесі бұл бізде осы шығарманы оқып шыққаннан кейін өзіңіз үшін қандай танымды жаңалық аштыңыз деген сұрақ. Осы сұраққа жауап беріп өтетін болсам, шығарма сырттай қарағанда жай ғана жылқы туралы шығарма сияқты көрінсе де, оның астарында үлкен дүниелер жатқандығын біз байқаймыз. Мен үшін негізгі жаңалықтар бұл біріншіден нышандық, оқырмандық көзқарасты алсам болады. Яғни бұл құлагер сияқты бір образ арқылы автор қоғамның, дәуірдің, адамның ішкі күйінің ашуға болатындығын анық сезім. Осы шығарма арқылы бір жануардың тағдыры бүкіл халықтың тағдырының айнасы болуы мүмкін. Екіншіден, бұл эмоционалдық тереңдікті байқауға болады. Жансүгірліктің тілі мен стилінде қазақтың табиғатқа, жылқыға, далаға деген махаббатты қалай көркем бейнелейтінін түсіндім. Яғни қазақ халқы сондай жылқыға ерекше көзқараста, кең даламызға сондай қазақ халқы көшпелі халық болғаннан кейін бір жағынан осы шығармадан осыны байқауға болады. Бұл картиналық және музыкалық тіл деп санасақ болады. Үшіншісі, бұл рухани сабақ, еркіндіктің қымбаттығы мен оның үнемі қауіп басында тұрғандығы, батырлық пен сұлулықтың көбіне қайғымен аяқталатынын түсінуге болады. Және де соңғысы, бұл бізде көркем тәсіл, яғни автордың символ мен метафорларға сүйеніп лирика мен эпосты ұштастырғанын байқадым. Яғни бұл қазақ прозасында сирек кездесетін шеберліктің бірі. Осы жаңалықтар арқылы шығарманың бір ғана оқиғаға емес, терең философиялық мәнге ие екенін қабылдадым. Келесі, бұл бізде өзіңізге ұнаған сюжеттерден 2-3 үзінді айтып берсем. Жалпы түзу сөз бермей, шығарма желісіне мәнерлеп оқуға ыңғайлы парафразалы үзінділерді айта кетсем, үзінді парафраза бұл бізде бірінші парафраза бұл бізде құлагерді алапат жүйіткуі. Таңның сарғысы көңілге тыныштық бергенде құлагер дала төсінде самғап, желмен жарысқандай жүйіткіді. Оның қанат боп ұшқан тұсында жан жүрегіңде бос орын толып, еркіндік деген не екенін тұңғыш сезінесің. Келесі, бұл өзіңізге ұнаған 2-3 үзінді мысалға келтірсеңіз деген. Осыған істейтін болсам, менде 3 үзінді бар. Яғни бірінші үзінді бұл аханның жалғыздықпен сырласуы. Бұл шығарма жалпы өлең шығарма болғаннан кейін осы өлеңнен үзінділерін оқып берсем, даланы жапқан тұман аханның көңіліндей ауыр еді. Желсіз түннің қойнауында ол құлагердің жалына қолын қойып, әлде бір ішкі дірілменен күрсінді. Сен ғана менің жанымды түсінесің, деді ол сыбырлап. Елірген дүние, қызы қуған ел, жалған достар, барлығы да бүгін бір салқын, тек сенің демің ғана маған тіршіліктің жылуын сыйлайды. Құлагер құлағын қайшылай иесіне жақындай түсті. Ат та, адам да, екеуі де бір тағдырдың қос табаны секілді. Мұңды кешті бірге бөлісіп тұрғандай еді. Жалпы осыған талдау жасайтын болсам, бұл парафразаланған үзінді поэманың ортасындағы
Аханның ішкі әлемін ашады, яғни Аханның жалғыздануы, оның қоғамнан шеттелуін көруімізге болады. Құлагер тек ат емес, Аханның рухани серігі, жалғыз досы, ат пен адамның бір тағдыр болып суреттелуі поэманың басты лейт мотиві болып есептелген. Табиғат арқылы көңіл күй беру Ілиястың негізгі тәсілі болып саналады. Келесі үзінді бұл Сағынайдың асындағы дүрбелең үзіндісі. Асқа жиналған ел қара құмырсқадай қыбырлайды. Төрдегі байдың үйінде думан, қазан ошақтың буы бұлттай бұрқырап, қымыздың иісі араласқан ыстық жел төңірекке тарады. Ұзын құлақтың бәрі бәйге жайын ғана айтады. Бүгін кім озады, қай аттың шаңы бұйырар деген сұрақтар әр үйдің отында қайнап жатқандай. Алыстан шаңдақ көтеріледі, алдыңға топта құйындада шауып келе жатқан көк будақтың арасынан құлагердің қара көлеңкесі көрініп қалды. Ел тына қалды, бір сәтке уақыт тоқтағандай болды. Осы бір үзіндіге талдау жасай кетейін. Қазақ қоғамындағы ас мәдениетін үлкен жиында халықтың думанды ортасын көрсетеді. Яғни бұл біздің бұрыннан келе жатқан дәстүріміз, яғни халықтың бір жерде жиналып үлкен той жасауы, ас беруі деген сияқты. Бәйге алдындағы елдің толқынысы, жарысқа деген құмарлығын көрсек болады. Құлагердің пайда болуын уақытты тоқтағандай беруі бұл аттың айрықша қасиетін көрсетеді. Поэмадағы ұлттық сипат өте анық байқалады. Яғни бұл қымыз, ас беру, ат бәйгесін алсақ болады. Үшінші үзінді бұл құлагердің қазасы. Ең ауыр, ең толқытқан үзінді деп алсақ болады. Таудың тасада қалған қапырық қуысы, тұз дәмін татқандай кеудені аш жазғар қарып өтті. Құлагердің жан дауысы шыққандай болды. Бір сәтке аспан қалт тоқтағандай, жердің тынысы тарылғандай. Дүние-ай, жалғыз рет оғы бар тағдыр, Аханның жүрегі дәл осы тұста атқандай еді. Желмен жарысқан тұлпардың әділетсіз қолда құлағанын көргенде, табиғаттың өзі күрсінгендей болды. Ахан етпеттей құлап, көз жасын түнмен араластырып ұзақ жатты. Сол сәтте құлагердің денесі емес, Аханның жаны өлгендей еді. Бұл үзінді поэманың трагедиялық кульминациясын суреттейді. Құлагердің өлімі бұл жай ғана аттың өлімі емес, бұл өнердің, адалдықтың құлауын сипаттайтын секілді. Табиғаттың күрсінуі поэмаға эпикалық сипат береді. Аханның қайғысы жалпы халықтың моральды қасіретін ашық көрсеткен. Келесі тағы бір үзінді бұл иесі құлагерге қарай қолға су тамызғандай жұмсап қарап, оны құтқаруға барын салды. Сол сәтте адамның ішкі әлемі, қорғаныш, сүйеніш және ауыр қайғы арасында тербеліп тұрды. Кітап оқу кезінде қандай көңілді сезімде болдыңыз дейді. Осы сұраққа жауап бере кетсем, құлагерді оқу бұл бір жағынан тыныштықты тыңдау, екінші жағынан ішкі толқу. Яғни бұл адамның ішкі көңіл күйін, өзінің ішкі жағдайын тыңдай алуға көмектесетін бір сондай сәттері, сондай үзінділері кездеседі шығармада. Сонымен қатар ішкі толқуларды көрсетеді, яғни бағана үзінділерде шығарманың тұстарын алсақ болады. Оқып жүріп мен мынандай сезімдерде болдым. Жалпы
алдымен таңдаңыз, яғни құлагердің сұлулығы, жылдамдығы, көркемдікпен жеткізілгендіктен оқырман өздігінен таңырқайды деп ойлаймын. Екіншісі, одан кейін ұқыпты қуаныш, жылқының белсенді өмірі, даладағы азаттық, бір сәттік көтеріңкі көңіл күй береді. Сонымен қатар үрей, ауыр қайғы туралы да айта кетсек болады, яғни жарақат, тағдырдың тосқауылы, құлагердің өлімі, ахаңның қатты қайғыруы, бұның бәрі жүрекке салмақ салады. Соңында толғаныш және ойлану, яғни оқырманның ішкі сұрақтармен қалып кетеді. Өмірдің мәні қандай, еркіндік үшін не төленеді, біз неге сүйіспеншілікпен, біз не затқа, не дүниеге сүйіспеншілікпен қараймыз. Жалпы оқу эмоционалды, көбіне меланхолиялық ойларға жетелейді, бірақ сонымен бірге рух көтеретін нәзік сезім қалдырады. Бұл кітапты достарыңыз бен жақындарыңыз не үшін ұсынар едіңіз? Мен бұл шығармаға бірнеше себеппен басқаларды да тартар едім. Яғни бұл қандай себептер? Біріншісі эстетикалық сапа, яғни Жансүгіровтің тілі, бейнелеу әдісі жоғары деңгейде екендігін байқауға болады. Кез келген адам байқайды деп ойлаймын. Әдеби талғамы бар, оқырман үшін нағыз ләззат көзі. Екіншіден, бұл біздің ұлттық кодымыз, яғни қазақтың дала мәдениеті, жылқыға деген аса сондай көзқарасы, құрметпен қарауы, руханият, бәрі де осы туындыда сақталған. Осы арқылы жастар өз тарихын, ұлттық дәстүрлерін, ұлттық мәдениетін, ұлттық кодексін сезіне алады және бұны ұрпақтан ұрпаққа жеткізе алады. Үшіншіден, бұл философиялық ой түю. Құлагер сезім мен ойды оятады. Бұл кітап жай ғана оқиға емес, өмірде мәні туралы ойлануға мүмкіндік беретін құрал. Шынымен де бұны байқауға болады. Бағанағы үзінділерден де қандай өмірге керек мағынаны да ала аламыз деп ойлаймын. Төртінші, бұл оқу үшін ыңғайлы көрілем, яғни бұл шығарма көп адамға ауыр прозаға қарағанда жеңілірек, бірақ мазмұнды оқуға тұрарлық, өте пайдалы, өте маңызды деп білемін. Сондықтан бұны кез келген адам, әсіресе шығарманы жаңадан оқып жатқан адамдар үшін өте қолайлы әдеби. Шығарма авторы туралы не білесіз? Келесі сұрақ. Ілияс Жансүгіров қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдерінің бірі. Қысқаша өмірбаяны мен шығармашылық сипаттамасы туралы айта кететін болсақ, туған жылы 1894 жылы 1894 жылы туылған, сонымен 1938 жылы қайтыс болған. Ол ақын, прозаик, драматург, қазақ әдебиетіндегі лирика мен эпостың тамаша үйлесімін көрсеткен жазушы болып есептеледі. Жансүгіровтің шығармашылығында ұлттық сана, табиғатқа деген махаббат, өмір мен өлімнің философиялық мәселелері, оның маңыздылығы жиі көрініс табады. Жансүгіров оның шығармалық қазақ әдебиетінде модернистік әсерге ие, сонымен қатар фольклорлық дәстүр мен заманауи ойды ұштастырады. Сонымен құлагер оның табиғатқа, әсіресе жылқыға терең нәзік махаббатын көрсететін туынды. Автордың өмірі мен шығармашылығы кейбір деректерге сай кеңес дәуірінің саяси қысымына ұшыраған болатын. Бұл оның шығармашылығының кейбір қырларына әсер етті деп деректерде кездеседі. Автордың биографиясы мен трагедиясы оның шығармаларын оқыған кезде қосымша салмақ қосады. Өлеңдегі мұң мен үміттің үйлесімі автор өмірінің өзінде де туғанын байқауға болады.
Жалпы қорытындылай кететін болсам, Ілияс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасы қазақ әдебиетіндегі ең сұрапылды трагедиялардың бірі ғана емес, сонымен бірге бүтін дәуірдің, ұлттық мінездің, ұлттық кодекстің, халықтың болмыстың көркем айнасы болып есептелінеді. Бұл шығармада ақын тек ақан сері мен құлагердің тағдырын суреттеп қана қоймайды, қазақтың ішкі рухани әлемін, ертеден келе жатқан салт-дәстүрін, қоғамдағы әділетсіздік пен пенделікке толы мінездердің терең ашып көрсетеді десек те болады. Ақан серінің өміріндегі ең асыл сирегі бұл құлагердің қазасы, адамның ішкі әлеміндегі жарық пен қараңғылықтың, ізгілік пен зұлымдықтың, өнер мен озбырлықтың мәңгілік қақтығысы бейнелеген. Құлагер жай тұлпар емес, ол ақанның рухы, ақындығы, адалдығы, еркіндігін ашып көрсететін бір жақын досы ретінде айтсақ болады. Ал оның қастандық пен құлауы қоғамдағы қызғаныштың, көреалмаушылықтың, әділетсіздіктің бір белгісіз символы ретінде есептелінеді. Поэмада ашылған ұлттық сипат. Поэзияда ашылған ұлттық сипаттарды айта кетсек, бұл яғни ас беру, бәйге, салт-дәстүрлер және де салт-сері дәстүрлері, ел ішіндегі тартыстар, барлығы да қазақ халқының тарихи өмірінің шынайы көріністері. Автор салтты іспеттеп қана қоймай, оның әлеуметтік астарларын да терең көрсеткен. Сол кезде халықтың қандай ойда болғанын, елдің ішкі бірлігі мен алауыздығы, адам психологиясы бәрі кең ашып толық жеткізілген. Құлагерді оқи отырып, адам жанын ауыртатын бір шындыққа көз жеткіземіз. Яғни ол шын өмірдегі өнердің, шын еркіндіктің, шын адалдықтың жолында әрдайым кедергі болатын күштер болғаны және бола беретіндігі. Ақынның трагедиясы сол мәңгілік шындықтың көрінісі. Шығармадағы ең үлкен тағылым жақсылық іздеумен бірге өзімізді адам ететін ең асыл сезімдерді қорғай білу қажеттілігі. Құлагердің зұлым қолдан қаза табуы тек бір тұлпардың өлімі емес, адамның ішіндегі ізгіліктің жаралануы. Сондықтан поэма жүрекке ауыр тисе де ойға азық береді, рухани тазалыққа жетелейді. Қорыта айтқанда, құлагер қазақ әдебиетіндегі адамгершілік, ар-ождан, сонымен қатар мысалға адалдықтың туы биік болу керек екендігінің айқын көрінісі. Ол бізге өткенді ғана емес, бүгінгі қоғамды да. Ханның қайғысына ортақтаса отырып, біз өзіміздің ішкі әлемімізге үңілеміз. Жақсы мен жаманның, арам мен адалдың ара жігін ажырата алуды үйренеміз. Осылай қорытынды жасаймын.